Шымкентте қару сататын дүкенді тонаған адам тапатал түсте көшеде оқ жаудырды. Оны тоқтатпақ болып күзетшілердің бірі тұра ұмтылған, бірақ 52 жастағы азаматқа оқ тиіп жараланды. Ал қолына автомат алған күдікті полицейлердің көлігіне мініп қашып кетпекші болғанда ұсталды. Шымкенттіктердің тыныштығын бұзған қарулы атыс туралы Бек Әбиев айтып берсін. Шымкенттің орталығында қаруланған адам емін-еркін көшеде жан-жағына оқ атып жүр. Куәгерлер оның қолында бірнеше қарудың болғанын айтады. Жаңағы үлкен кісі қолына мылтығын ұстап былай қарап жүгіріп, айқайлап жүрді. Оның бір-екі оқ атылды. Адамға тиді ме, тимеді ме байқамадық. Жаңа біз мына жақта жүрдік. Осы жерден тығылып үлгердік, қайда тиіп кете ме деп қорқып. Күдікті қолындағы автоматты қару жарақ сататын Арсенал дүкенінен алып шыққан. Дүкен тоналды деген дабылмен келген күзетшілер оны артынан қуған. Бірақ мұздай қаруланған күдікті біреуін сол жерде жаралапты. Қаскөй патрульдік полицейлердің көлігінде тартып алмақшы болыпты. Бірақ тәртіп сақшылары жабылып жүріп ұстап үлгерді. Бері қарай шықты, одан кейін қасына мент көп тоқтап еді. Бір-екі оқ атты да, содан кейін менттің машинасына отырып алды. Содан кейін менттің машинасын айдап қашпақшы болды. Одан кейін менттері өздері ұстап алды. Үш мент, иә. Қазір күдікті ұсталды. Полицейлер оның Өзбекстан азаматы екенін айтады. Бірақ 50 жастағы көрші азаматының мұндай қадамға неліктен барғаны белгісіз. Қарулы адамды патрульдік полицейлер мен Тұран аудандық полиция басқармасы криминалдық полициясының жедел уәкілдері ұстады. Белгілі болғанда ер адам Өзбекстан азаматы Шымкентте жалдамалы пәтерде тұрады. Одан шолақ мылтық және ұрланған сайга карабині тәркіленді. Қазір оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Ал қолынан жарақат алған күзетшіге ауруханада ота жасалып жатыр. Оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді дәрігерлер. Бек Әбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.